Ассаламу алейкум. Бүгін Букастың 9-шы саны һәм біздер бүгін сіздердің ұсыныстарыңызға бола және мейманменен өзіміздің подкастымызды давам етіп отырмыз. Бүгінгі мейманымыз Қарақалпақстан Республикасында қызмет көрсеткен артист Бақтияр Жұматаев. Ассаламу алейкум аға, қош келіпсіз. Алейкум ассалам. Біздердің подкастымыз кітап хақында. Біздерде мәдениет тарауына онша деп араласып кете алмаймыз. Біз тек кітап хақында, кітаптың атырапында айланып, сол бойынша өзіңіздің пікірлеріңізбенен сөйлесеміз. Бірінші не дейміз? Ортаға теманы таслайтын болсақ, бірінші теманы Посқан елден бастайық. Қазіргі уақыттағы сіздің дөретушілігіңіздегі кетіп отырған Посқан ел тарихи романының бірінші һәм екінші кітаплары Зобалаң һәм Топалаң хақында сөйлесеміз. Не үшін бірден Зобалаңнан бастағыңыз келді? Тарихи романға өттіңіз ғой? Егер хабарыңыз бар болса, өлім бар. Ассаламу алейкум, Мұрат үшін рахмет, жігітлер. Бұл көптен күтілген ұшырасу болды. Расы енді сіздерден көрсетудің несінен кешірім сұрайман. Көп уақытлар болмады, көп мүрәтлер болды, бірақ бізде уақытты азлау болды. Сонымен бүгінге несіп еткен екен. Оғанам шүкір, енді не үшін деп атырғаныңызға жауап беремен. Бұл бірінші кітабымыз емес. Біз аудио кітапты бұндан сарас 3,5 жыл бұрын бастадық. Бұл біздердің 17-ші романымыз. 17-ші аудио кітабымыз. Егер Посқан ел хақында сөйлескіңіз келетін болса, бұл жүда кең көлемлі тарихи роман. Бұннан да біз бүгінгі күнде әрбір жастар, әрбір жас үлкен жүда бір үлкен сабақ алуымыз керек деп есептеймін. Себебі оның ішінде Зобалаңды оқыған шығарсыз, оқыған болсаңыз, қазір Зобалаңды біз жұмақлап Топалаңға өттік та аудиомызда. Мағлұмат үшін айтып кетейін, біздердің аудио кітабымыз Телеграм каналымызда жайластырылады. Бақтияр Жұматаев деп жазсаңыз, біздердің дөретушілік каналымыз бар. Сол жерде 8,000-нан астам кітап сүйер ықыласпенділер бар. Соларменен біз бір шаңырақпыз. Соларға біз кітап оқимыз, олар естеді. Олар біздерге өздерінің жақсы комментарияларменен мотивациялар беріледі. Топалаң һәм Зобалаңменен қазір кітапты давам етіп жатырсыз. Біздердің естуімізше бұл кітаптың 3-ші һәм 4-ші бөлімлері де болған екен. 4-ші кітап бірақ шықпай қалған. Амудәрия журналында баспадан шыққан, бір-екі басын басып, ізі болмай қалған. Бұл да бір Қарақалпақ тарихы десе қателеспейміз, басын ноғайдан басылып. Ішінде уақиғаларам жақсы сәулеленіп, ізбезіп жақсы кеткен. Һәм бұның ішінде біздер жырауларды қандай етіп ұлылауымыз керек. Бұл хақында да бір жақсы гәплерді, һәммесін сөздерді бір-бірінің үстіне түсіріп, зор етіп жазғанда команда. Посқан елде өтіп берген жерім несі бар еді, абзацы. Дүнияның бір мемлекеттері бар, әр түрлі дін, әр түрлі тіл, милләт уәкілдері ауызбіршіліктер жасайды. Біз не үшін бір милләт болып бөліне береміз деп, рушылыққа бөлінуді қаралаған емес пе? Соны қаралаған. Ол кейіннен Топалаңда да көп сөз болған, рушылық. Себебі сол кімнің Исмайылдың баласы Тынахмет аға сұлтан болып Исмайылдың өлімінен кейін, өзі сол аға сұлтан болып отырғаннан кейін бір күні елдегі барлық билерді шақырып жинайды, һәм біздер дейді өзгеруіміз керек дейді. Біздер атымызды Ноғайлы деп кетіппіз. Ноғай бұл біздердің бір атамыз. Бірақ ол миллеттің аты емес дейді. Соның үшін біздердің арғы бабамыз Сақ болған, Массагет болған, кейіннен қара бөріклі болған. Келін біздер сол қара бөрікліден келіп шығып Қарақалпақлар болайық деп айтады. Сол уақытында өзінің туған інісі Орысбек айтады, яқ дейді, едіге Маңғыт болған дейді. Одан кейінгілері Маңғыт болған дейді. Маңғыт деп қойуымыз керек дейді, елдің атын дейді. Сол уақытында мынаяқта Қыпшақлар шығады. Біздер дейді сондай болып Шыңғыс ханменен не қылып жүргенімізде, ұрысып айқасып жүргенімізде Маңғытлар деген елі
жаңағы кішкентай бөбек еді дегендей мәністе айтады да, сол жерде мәселе шешілмей, сол ұрулардың бөлінуіменен сол жердегі жиын, сол жердегі ойласы қалып кетеді. Онан бір көрсе болады да, бұл және бір мәртебе айтылу керек деп ойлаймын. Бұл ұру бізге тек қайсыр адам айтқан бұл, ұру тек қыз алысқанда керек болады. Тазалық сақлау үшін. Қыз алысқанда керек болады, басқа уақытта ұру, мен сондайман, мен бұндайман деп ұруға бөлінбеу керек деп есептейміз. Романтизация қылып жүрді ма ұруларды? Кейін Төлепбек Айтбергеновтың Қарақалпақ дастанында да сондай сезінесіз ба? Ұрулар әттегі бір-біріне шабуыл жаса. Енді әркім әртүрлі гәп айтады, бірақ ұрулардан ұрулар қауым-қауым болып жасағанда. Бәрібір миллеттен гөрі, сол әрбір ұру өзінің сол атын шығару үшін, өзінің бір сол ұруын бекемдеу үшін бұрынғы заманлар сондай болып әрекет етілген. Енді мен оқыған кітаплардан келіп шығатын болсақ. Бірақ енді бәрібір қазір енді заман өзгерді. Бәрібір ұру сол жоғарыда айтқандай тек бір қыз алысатын уақытта. Себебі біз жерде қарақалпақларда геніміз жүдә жақсы, таза, себебі біздерден әулеттен әулетқа өтіп келатырған бұл ұрудан қыз алыспайды. Сүйегі жақсы да. Сол тазалық үшін. Кейін Қарақалпақ дастанында Ғайыпхан деген хан болады ғой. Соны ұрудың билерін шақырып алып, бұл ұрудың биі Қарақалпаққа басып бала жақ, сен абайла дейді. Анау кеткен екен анаусын шақырады, бір-бірін таластырып. От тастап отырады. Ғайыпхан. Біздердің бір 2025-тегі бір жақсы бір сүйіп тыңлаған, оқыған, әмеміздің оқыған бір шедевріміз бар. Бұл Шодыр Байсейітовтің Жаман шығанақтағы ақтуға. Сізге қалай тәсір етті бұл? Жаман шығанақтағы. Жаман тәсір етті. Жаман тәсір етті. Шодыр Байсейітов Жаман шығанақтағы ақтуғадан тәсірлендік рас. Сондай болып жазылған, енді бәрібір жүдә тарих болмаған менен соның ішіндегі уақиялардың бір рауажлануы басқаша. Мәселен, Әмір ханның жаманлығының ең кейінде сол алған жазасы, мысалға баласынан қайтқанлар. Баласам дұрыс, бәрібір әкесінен ауған жоқ. Соның үшін бәрібір бұл дүнияда не істесең өзіңді, қандай адам болсаң өзің үшін. Жақсылық етсең, жаманлық етсең, жақсы болсаң өзіңе. Кітаптың ақырында меніңше көп адам Әмір ханның бір өлімін, қатты қор болып қалуын күтіп етті. Бірақ ондай болмай қалды. Енді менің шамалауымша бұны Шодыр Байсейітов атамыз оқушылардың өздеріне қалдырғанда. Бәрібір оның бұл дүнияда қалғанның өзін бір жаза болды депсек болады. Себебі кейінне қарай ода көп жоғалтулар болды, көп нәрселерінен айырылды. Бәрібір сонда да тәубеге келмеді да бұл. Бәрібір бұл дүнияда оған жаза болды десек қателеспейміз. Осы әдеби шығармаларда ең ақыры сондай болып тамамланса, открытие финал деп айтылады екен ғой. Джордж Дюрва деген образ бар еді ғой, кім? Гиде Мапассанның «Милый друг» деген кітабында. Ол да Джордж Дюрва деген бала қатты жаман, өзінің мақсеті жолында еш нәрсені аямайтын адам болады. Һәме кітап құмарлар солы Дюрваның ақырында хор болуын күтеді. Бірақ ақырында оның тойы болады, сол тоймен жұмақланады. Бұлан сол оқушыға сіз айтқандай оқушыға тапсырды. Өзіне қалдырып кетіледі. Повестлардан қайсысы сізге ұнайды көбінше? Енді мынау ұнайды, мынау ұнамайды деген нәрсе жоқ. Негізінде әрбір кітапты мен өзім ойлаймын. Әрбір кітапты бір ішіне кіріп, шын кеуілден түсініп оқылса, оннан бір нәрсе алуға болады деп есептеймін. Аудиокітап жазып жатқан кезде кітап бірінші оқып аласыз ба? Бірден. Турдан тур ма? Турдан тур. Енді мен бір кездері мынандай болады, бұл кезі келгенде айтып кетуім керек. Қасымда Доспан Жүгінесов деген сес операторымыз бар. Мен су фұрсаттан пайдаланып
өзімнің атымнан, кітап тыңдаушылардың атынан Доспан Жүгінесовке мен үлкен міннетдаршылығын білдіремін. Себебі оның жұмысы ауырлау. Мен өзімнен келіп шығып, сол Ташкентте театр институтында, көркем өнер институтында оқығаннан келіп шығып, мен оқып кетемен. Бірақ Доспан Жүгінесов кітапты 3 мәрте оқиды. Оның себебі, мына кітапты біз сайласақ, бірінші Доспанға беремен, Доспан бұл кітапты бастан аяқ PDF-ке айландырып шығарды. Сөйтіп, 2 компьютерға саламыз кітапты. Кейін ол Доспан бір мониторында запись, бір мониторында кітапқа үңіліп отырады. Мен өзімнің мониторына оқып отыраман, енді оны көбінесе актерлар түсінеді, образға кірген уақытында сөздерге қарамай кетесің да. Образға кіріп кетесің бір кездерде. Сонда кезінде сол Доспан диққатпенен оқып отырады. Мен қатар оқып отырады, мен образға кіріп бір кездерінде алжасып кетемен да. Стоп дейді, ері мынандай дейді. Қарасам растанам сондай болады. Бір кездерінде бір сөздің өзінде шаршайсан да, себебі азаллы кеш екем бір кездері запись қыламыз. Сондай уақытында сөздер деген қашып кетеді, бір сөз анаяққа, кешке қарай, әсіресе бір сөзін манаяққа шаршап отырып деп отырсаң, Доспан айтады, болған деген сөз жоқ қой бұның ішінде дейді, қайырдан алып отырсаң дейді. Қарасам болған деген жоқ. Деген және оқып басасам болған деген сөзді қосып кетесің да. Мысал үшін айтып отырман да. Сөйтіп болып мен записке түсіп беріп кеткеннен кейін Доспан монтажға отырады. Ол және бір құлағы монтажда, бір көзі сол монтаж істеп жатқанда, бір көзі текстке қарап отырады. Сол сөзді, мысалға, бір сөздері бір кездерінде Доспан босамай қалса, мен өзім запислеп жазып кеткен уақытлар болды. Өзім отырып жазаман да. Сөйтіп жаңағыдай образға берілген жерлерінде, мысалға, Қайраттин деген сөзді айтпай кетіп қойған боламан да. Айтпай кетіп қалған боламан, сөйтіп маған қоңырау қалады, Қайраттинді бір жерінде айтпай кеткенсің дейді. Сөйтіп босамай қаламыз, жұмыслар болады, тойлар болады, концертлер болады, кейінгі бөлім шығару керек болады. Сол уақытта Доспан әмме Қайраттилерді қиып алып, қойып көреді сол жаққа. Соның үшін Доспанның жұмысы мұнда жүда ахметлі. Бір істеген уақытта тынбай қанша уақыт істеп көрдіңіз? Әзірлер күнінде баса-баса отырсыздар иә, ояқ бар. Енді біз өзі расын айту керек, сол 8000 кітап тыңдаушыны өзіміздің шаңырағымыздай көреміз. Олардың біздерге жоллаған сол SMS-лерінде, хатларында, комментарияларында көреміз. Сол дәуірде жасайды олар. Ол біздерге мотивация береді. Соның үшін біз оларды жалғызлатып қойғымыз келмей, бос уақытта істеп қалайық дейміз да. Ертең мысалға баса-бас болып кетеді. Жасыратын жоқ, тойлардың сезоны, ораза айларында бәрібір қиынласады да жұмыс істеу. Соның үшін біз ләжі барынша істеп қалайық дейміз. Енді сіздің сұрауға келсек, Вавилонның ең бай адамы беді. Құл әліппесі кітабын біз азалы кеш тынбай істеп 4 күнде шығарғанбыз. Монтажы барлығы ішінде. 4 күн тынбай? 4 күн тынбай істеп шығардық. Бірақ ең көп істеген кітабымыз бірінші кітап еді, ол Маман би афсанасы. Ол кітапты біз 8 айда шығардық. Кітаптың өзі ауыр да? Кітап қайттан бастап жазғандай болыпсыз да? Өзіңіз кітап оқыған кезде аудио тыңдайсыз ба? Қағаз вариантты оқисыз ба? Қайсысы мақұл өзіңізге? Мен өзімде бар ғой, аудио естісем пікірім басқа жаққа қашып кете береді да. Енді мен көплеу екеуі де маған бірдей тәсір жүргізе алады, бірақ енді расын айтсам, ұзақ райоларға той қызметі шығады ғой. Сондай кезінде мен ләжі болса қасыма сол жәрдемші диджеям алмайман, бір өзім жүруді жақсы көремін. Себебі сол уақытта жолда ми тынықласады, машинға сол шығатығым болсам, интернет тартпайтын жерлер ұшынан мөлшерлеп, телефоныма жинап аламан. Бірақ енді сол менің телеграм каналымда бір өзбекше аудио кітаплар каналлары бар, бірақ олар онша бір хаз бермейді рас. Сапа жоқ та, сапа жоқ. Сол, бірақ енді
көбінесе оқып өзім не қыламын. Жаһан әдебиетінде сізде қайсы кітаптар сізге ұнайды? Жаһан әдебиетінде. Мен сразу айтайын, мен Шекспирмен шықса алмадым. Расы, Шекспирді қайта мен студент уақытымда оқыдым да, енді одан алдын Шекспир алдымыздан шықпады ма білмеймін. Сол уақытлары ойым ар жақта болды ма, Шекспирге қайта ұрындым, бірақ неге дұр мен Шекспирді оқи алмадым жаһан әдебиетінен. Енді қазір мынау деп айту қиын, мен сразу айтып қояйын, менде денсаулығымнан не жоқ, жалбы жоқ, бірақ менде еслеп қалу қабілеті сәл шатақлау. Бірақ енді сол туралы сөйлесіп кете беремін. Өзің алып кете бересіз, мен сол бір достым кешесі кәдімгі жаһан әдебиетінің несі, ықыласпенті. Жазушыларды айтады, сол рус классиктерін айтады. Қарақалпақ әдебиетінде ондайлар жоқ. Мен Қарақалпақ әдебиетіне ашынаман дегендей гәпті айтады да, сол бір кітап мысал ретінде айттым, сол Жаман шаңақты ақтуан оқып көрдің бе дедім. Яқ деді. Онда сен оқып көр, бәлкім пікірің өзгереді. Енді сондай адамдар бар да, мен мысал үшін айтамын да, мысал үшін да. Бұл кітапқа байланысты тема емес, бірақ сіздің жаңа жораңыз айтқандай, сіздің жауабыңызға байланысты. Мысал үшін бір жігіт айтады да, Қайратдин айтады, сіз трекер алсаңыз, трекер дейді, болмайды дейді. Мен айтамын да, Қайратдин, сен еш болмаса бір жыл трекер айдап көрдің ба деймін да. Яқ дейді, адамдар болмайды деп атыпты ғой дейді. Сен бірінші айдап көр деймін да. Бір ай ессаң, еш нәрсені шешпейді. Бір жыл сол машинада айдап көр, ондан кейін сен пікіріңді айтасың. Олам сондай да, көзі жұмық, әркімнің гәпіне ерген, ол таныс емес. Ол жаңа өзінше, кинода айтады ғой, қорасқан шетелдікі десе жатып алып жалайсыз деп. Сол айтқандай, сол менен көзі, сол миы байланып қалған, сол пікірде жүретін адамдар. Сол Шаудырбай Сейітов дегенге, мен өзі сондай бір жаман әдетім бар. Адамға салыстыра беремін да, жазушыларды. Достоевский, Толстой деп. Тек мен емес, көп әдебиет сыншылары не қылады. Кейін жақыннан басадық, Төлепберген Қайыпберген ба, Шаудырбай Сейітов ба деп. Екеуінің жаңа футболда болады, Месси, Роналдо деп. Әрбір тараудың өзінің сондай екі нелері болады. Себебі біздер Шаудырбай Сейітовті біздер оқымаған екенбіз да. Әзір оқысақ, оқыған сайын біздер не қылатырмыз, Шаудырбай Сейітовтай ұлы жазушы бір келеткен дүнияға деген пікірлерін отырыпты әзір. Жастардың арасында. Енді менің пікірімше, Роналдоның өзінің жолы, басып өткен жолы, өзінің жетіскерліктері бар да. Мессидікінім өзінің жолы бар, басып өткен жолы бар, еріскен жетіскерліктері бар. Бірақ негізінен екеуінен салыстырып болмайды. Екеуінің дүниясы екеуі де афсана. Мен өзім футболға қызықпаймын, бірақ енді сол елде жасап, сол көрген білгелерінен келіп шығып, егер сол Төлепберген Қайыпбергенпенен Шаудырбай Сейітовті салыстыру керек емес деп ойлаймын. Себебі бәрібір енді жайлары жәннатта болсын, бірақ екеуі де әне емес та. Екеуінің өзінің жолы бар. Өзінің жолы бар. Шетелде батырсыз ғой, бірақ маған сұрауды күтіп едім, мүмкін беріп қаларсыз, бірақ ең мені неғған кітаптардың біреуі бұл Халид Хусайнидің «Мұңқия шуласы» деген кітабы болды. Сол кітапты оқып, мен соң тәсірінен шыға алмай қалдым. Мариямның сол басынан кешіргелері, бәрібір айлана келгенде мәйлі азмаз бөлттірген болуы мүмкін. Мүмкін соған жете қабай етіп жазған болуы мүмкін. Оқиғалар растанам сондай болған. Бірақ сол Мариямның тағдыры оқымаған болсаңыз, сізге де маслихат етемін. Оқысаңыз, қазіргі уақытта маған біреу жазды Инстаграмнан. Мен деді, мына күніме Қанықбаев пен Бақтияр аға деді. Сіз маған не айтқан болар едіңіз деді. Мен көп затлардан недовольныйман. Сондай ықыласпентлер бар жазып. Кітап қызғасыз ба дедім. Аға деді. Онда сіз дедім, Халид Хусайнидің «Мұңқия шуласы» деген кітапты алып оқың дедім. Болды деді.
бір күндері хабарласты. Мен кітапты тауып оқыдым. Мен деді, бозда ойнақылап жүрген екенмін деді. Кітаптың несі күші? Кітаптың күші. Мариям деген қыздың 5 жасар уақытынан сол 45 жасында өледі, алжаспасам. Сол 45 жасына шекемгі Афганистанда уақия болып өтеді. Мариямның басынан кешіргендері бұл болар емес. Бір қыздың, бір әйелдің өмірі зая кеткен, сол елдегі тынышсыздық, қазіргі уақытта да сол негативный жүрген адамларға да бұл бір шүкіршілік сезімін оятуға жақсы кітап деп ойлаймын. Сол кітаптан ilhamlanып, өзбек киносында О Мариям, Мариям деген кино түсіріледі. Түсіндіңіз бе? Мен расы сол ана Шумбала солардан кейін өзбек киносын көрмедім. Сол бұрынғы кинолардан кейін біз сол Ташкентте 2002-2007 жылдары студент болдық. Сол вақытлары кинотеатрларға түсетін едік, шыққан киноны шыққандай. Мысалға сол Панауық дегендер болды. Панауық, жаңағы мұхаббат, жаңағы сынаулары, бөрілер. Сондан кейін мен түңіліп қалдым рас. Сондан кейін мен өзбек кинолары. Онда қазіргісі ұлу ма? Мен көрмеймін, рас. Сериалларынан ешқайсысын көрген емеспін. Кино дегенге жалғастырайық. Мен сіз айттыңыз ғой, Шумбалалардан кейін мен өткен күндерде көрген кезімде мен киноға тән берген едім. Сол шыққан кинода. Ал осы 2026-ның басында мен өткен күндерде оқып шықтым. Қарасам, кино ондай етіп ашып бере алмаған кітапты. Кітаптың құдіреті бұл жерде кино жеткеріп бере алмапты. Мен енді сізге және бір нәрсе айтайын, сол өткен күндер бойынша. Сізді өткен күндерге деп алып кетіріппін, сіз ең жақсы көрген кітабыңыз меніңше адасып. Менің ең жақсы көрген кітабым өткен күндер. Өткен күндерді мен ел ядында киносын көрдік қой біз. Студент едім, 9-шы трамвай деген трамвайда кетіріп, ең ақырын оқып кетірім. Білемен, Зайнап өледі, сол күміс жаңағы Захарлиді. Кітап енді сондай болып тарифленген, хаттекі неше бетлеп уақияға кіріспей тарифпенен келген да. Ең кейінде сол күміс өліп, сондай болған кезде трамвайда келіп, мен тәсір шеңлеумен де өзім. Кітапты жаудым, көзімнен жас тиылмай жатыр. Енді кімдер үшін бұл күлкілі болуы мүмкін, бірақ көзімнен жас тиылмай трамвайда кетпін. Ойымда менің сол өткен күндердің тәсірінен шыға алмадым. Кітап енді болар емес. Ол кітаптың нелері бойынша сіз хабардарсыз ба? Сол жазып болғаннан кейін Абдулла Қадри барлығы шайханада отыр. Шайханада отыр. Ашуланып, ауқат желінбей кетіп қалған. Хаттекі сол қала берсе, сол Абдулла Қадридің баласына апасы айтқан естіпедіңіз, иә? Таң азанның уақытында Абдулла Қадридің анасы Абдулла Қадридің әйеліне айтады да, шайға ояттың ба, Абдулланы дейді. Яқ мен жайына кіруге қорқаман дейді. Онда баласы енді кішкентай бала бәрі бақырмайды. Соған айтады, бар папаңды дадаң шақырып кел дейді, әкеңді. Баласы дейіп кіріп болып, шок болып қатып қалады да. Қапыны астығын жауып, апасына барып айтады, апа дейді. Не болды десе, папам жылап отырыпты дейді. Сол өзі жазып болып, Абдулла Қадри сол кітаптың уақытында жазып біткеріп болып, өкіріп жылаған екен. Және бір нәрсе, қазіргі уақытта Авангард баспасында тұрыпты деп естідім, елі басылып шыққан жоқ. Сол Абдулла Қадридің өткен күндері Қаралпақ тіліне аударып қойылған, бірақ мен қазір 1,5 жыл болды. Қанша ұрынып көрдім, бірақ ол кітапты біз ала алмадық. Себебі жоғарыға да айтып көрдім, ол баспаның таныстарына да айтып көрдім. Қазіргі уақытта сол Плато Букс тарапынан бір жақсы нәрсе жолға қойылған. Кітапқа сол QR-код қойылып жатыр. QR-код қойылып жатыпты. Егер сіз кітапты алдыңыз, сіздің уақытыңыз жоқ па, QR-кодқа түсіресіз,
жолларда, офисте, үйіңізде тыңлауыңызға имканият бар. Еш болмаса біз сондай етіп істеп берейік деп жатырмыз да. Себебі біз бұл аудио кітап деген проектті баслағанымызда менің бірінші мақсатым сол өзім балалығымнан сүйіп кітап оқығаннан кейін қазіргі жастар кітап оқымайды. Жас үлкендер аматте кітап оқымай қалды. Біз сол өзіміз сүйген кітапларды халыққа жеткеру. Біз бұл жерде ешқандай пулды көзлемедік. Біздер байып кетуді, я бір пул сүлеуді көзлемедік. Бірақ жолда сол басып кеткен жолымызда қауындерлер болды. Сол Атияж Гүлзаровнары, басқа да қауындерлер. Оларға да рахмет. Бірақ қазіргі уақытта да бізде ешқандай қауындер жоқ. Біз тек өзіміздің бос уақытымызды сол кітап тыңлаушы халық үшін інім етіп жатырмыз. Соның үшін және бір егер көрсетуді тиісті адамдар көрсе, мен ілтимас еткен болар едім, сол Абдулла Қадыридің «Өткен күндер» романының қарақалпақша версиясын бізге берің. Біз соны халқымызға інім етейік. Қалесеңіз сізге QR-код береміз, кітаптың артына қоясыз. Бұл заманның талабы деп есептеймін. Қалпақша шықса жақсы болады. Англичан тілінде шықты, рус тілінде шықты. Енді бәрібір өзбек тілі мен қарақалпақ тілі, қазақ тілі бір-біріне жақын. Бұл кітапларға аудармашы керек емес деп есептейді да көпшілікті. Бірақ енді бәрібір бір сөздер болады. Оны өзбектікін қарақалпақ түсінбейді. Қазақтікін қарақалпақ түсінбейді. Я болмаса сондай қарақалпақтікін өзбек түсінбейді, өзбектікін қазақ түсінбейді. Соның үшін бұл өзінің тілінде естіленсе, бұл дәл нышанға тиеді да бұл. Жүрекке жетіп барғанда жақын болады да. Қазір кітап оқымайды дегенге мен де сол көп ойландым өткенде. Алдынлары уақыт аз болған ғой. Айтайық, бір мысалы келтірейік. Кір жуу. Кір жууға қолда 2 сағат уақыт кеткен болса, қазір машинкеге салады, ярым сағат кетеді. 1,5 сағаты уақыт ауысып қалды да. Сондай нәрселеріміз көп. Жол аралықты жақындату бойынша уақытты ұттық. Машина мысалы. Қанша уақыт көп болған сайын адамдар оқымай уақытты ысырап қалады да. Қандай да бір парадоксқа ұқсайды да. Енді не нәрсе көп болса, соның қадірі болмайды. Бұл бұрыннан келатырған нәрсе. Қазіргі уақытта hamma нәрсеге имканият жаратылып отырыпты да. Сондан кейін көп нәрселер қадірсізге сол барып отырыпты тілекке қарсы. Кейін Халид Құсайнидің 3 өзі романы бар ғой, ең танықлы. Шамал ортадан жүгіріп деген. Оқып көрпеңіз. Және тағылар қам сада береді деген бар. Оны оқыдым, шамал ортадан жүгіріп оқымадым. Қатты бір тәсірлі. Кеше Назар Ишонқұлдың кітабында жақсы бір гәп айтқан екен, жазушы бір нәрседен қиналмаса, бір затты терісінде сезбесе, оны қалем алмайды қолына деген екен да. Тәсілшенлік кімнің Абдулла Қадыридің жылап отқаны. Бұндай жағдайлар көп болған. Мысалы, Төлепберген Айтбергеновті Қарақалпақ дастанын жазып отқан кезде, жаздың күні үстіне плажын киіп, зонтигін алып кетіп отқан уақытлар болған. Одан кейін Лев Толстойдың Анна Каренинаны жазып отқан кезде, сізмен келеткенде точно Абдулла Қадыридің несіне комнатасына кірсе, жерде жатқан екен да жылап. Не болды десе, Анна өлетін болды деген. Қолында тұрды. Сол Лев Толстой, мен ойлаймын, сол қаһармандардың үстінен қарамағанда, яғни мен оларды жаратып қойыппын, мен олардың тағдырын шешемін демеген, олармен бірге жасап, атырапында жүргенде сол Анна хаммесі қасында жүріп сезінгеннен кейін. Бәрібір уақиялардың рауажы соған алып барды да, Анна өлу керек еді бәрібір дегендей. Меніңше кеше ұшырасуымызда Мұратбай Низамовты да соған жақын гәп айтқандай болды. Ақшагүл бәрібір өлуге кеп тұрып еді. Себебі оны мен өлтірім сол жерде өлмесе егер дейді, hamma жаңағыдай бұзықшылықпенен бұл тауып бақытлы болып кетуге болады деген адамдарда понятие болып қалады деп отырыпты да, соның алдын алу мақсатында мен оны өлтірдім дейді да. Оқушылар сұрайды да, не үшін өлтірдіңіз деп қиналады көбісі. Бақтияр аға, енді сіз мысалы аудио кітап істеп жатырсыз ғой, сізде команда бар. Команда болғанда Доспан Жүгінесовпен бір керекті. Сіз қалай таудыңыз мысалға? Бұл нәрсені андай болды. Бұл нәрсенің басталуына мен өзім сол театральный институт біткелгелі бері жақыннан бастап актер болып істеп бастадым. Бірақ енді қос қайтып кеттік, 13 жыл сабақ бердік. Маған ең ұнайтыны енді өзіңіз білесіз, сол монологлар оқу, әдеби оқулар менен шығып жүретін социал тармақларда. Кейін
дубляжын айтуын еді. Бұл қарақалпақ тіліндегі дубляж. Оғанда барып жүрдім. Кейін бір күні және осы фұрсаттан пайдаланып мен рахмет айтуым керек. Сол өзім шәкіртім Қыдырнияз деген жігіт бар, амеңіз танисыз. Сол Қыдырнияз себепші болды. Қыдырнияз себепші болды. Сол Кореяда бір қарақалпақ жігітлері бар деді, жұмыс істеп отырған. Солар деді, аудио кітап істетпекші екен, қауендерлік қылып деді. Сөйтіп Бақти деген жігіт еді. Солармен құлас мені сөйлестірді. Сөйтіп сес жағын әрі ойластық, бері ойластық. Сол Доспан, мен театрда жұмыстаман. Сол екеуміз бос уақытта жаза берерміз дедік. Сөйтіп сол Бақти айтып Қыдырнияз себеп болып, біз Доспан екеуміз біріктік. Себебі олар маған Доспанға қаражеттерімізді беріп істетті да, бірінші Маман би әпсанасын. Соныменен сол Маман би олар көп кітаплар істетеміз деп еді, кейін обалар тарқап кетеді. Сөйтіп болып, біз сол Маман бимен қалған күндері сол Азат Мұстафаев деген ағамыз бар, спилермен, Атияж Гүлзар ұлыларының басылығы. Соны бір күн көріп қалдым. Ол да сол біздің аудио кітапларды естіген екен, аудио кітапты Маман биді. Мен деді, зор деді. Неге оны дауым етпей жатырсыз деді. Сол сондай қауындер шығып еді, кейін ол мен қауындер болайын. Қаншаға істеп жатырсыз деді. Бір кітапты сондайдан деді. Мен деді, 5 кітапқа пұл беремен деді. Жақсысын айт деген сөз бар. Сол дәулет тассын дейді. Сол Азат ағамызам, сол өзінің бәрібір сол көркем өнер, әдебият, сол елдің сондай рауажлану үшін пұл, ақша ол үшін екінші орында керек болса жанынан беретұғын. Сол елде елім деген жігітлердің біреуі. Сондай болды. Кейінен дауымлы оқыламыз деді, 5 кітап деп еді. Біз айттық, аға дедік. Сол 5 кітапқа қосып, бонус және бір кітап істеп береміз деді. Бірақ енді ол қауендерлік қылды, біз оған не пайда деуіміз мүмкін, бірақ біз сол бір жетімнің жүрегі мысалға бір 25 бөлімге бөлінсе, сол әр бөлімнің басында, ақырында біз оның фирмасына реклама қылып бердік. Сол мысалға жетімнің жүрегі Жолмырза Аймұрзаев. Егер естіген болсаңыз хабарыңыз бар шығар, аудио кітап қауендері Атияж Гүлзар ұлылары деп біз оны реклама қылып бердік. Мен басқа жерлерде де естім, Азат аға айрым біздердегі жазушылардың кітапларының шығуына да қауендерлік еткен екен, бірақ еш не қылмай еткенді, шығып айтпай еткен. Сахна артында. Сахна артында. Соны және бір рет келгенде айтып өтейін. Сонам Азат аға шарт емес деген бізге. Енді біз бәрібір сонша қаражет жеген ауыз ұялар деген сөз бар. Бізге бірталай пұл бергеннен кейін аға дедік, біз арқайын жасайық. Мойында қап күттесін. Мойында неғымайық, сіз яқшы мен деп беріп атырсыз, бірақ сіздің сонша істеп шығарушы ұлылар бар, Атияж ресторан, басқа да бизнеслеріңіз болса, біздер соны еш болмаса реклама қылайық деп біз көндіргенбіз. Мен де өткенде бір кітаптың презентациясында көріп қалдым, Азат ағаны, одан алдын көрмеген екенмін ешіне. Азат аға тек кітаплардан бөлек жыраулар, бақсылар туралы сондай мәдениет тарауына жүдә жақсы бір конкурсларға да өзі қауендерлік қылып, сауға сәлемлерін әперіп айтып жатырмын ғой, ол инсан үшін сондай болып көркем өнер, әдебият десе, ішкен асын тастап, сол өзі басында қол көмегін, сол қаржылай көмегін жасырмайтын инсанлардың бірі. Енді бәрібір мен ешкімге тасата жақ емеспін. Елде пұл бар жігіттер жүдә көп. Ләйім бұйырсын, несіп етсін. Бірақ Азат аға түсінгенде пұл бәрібір бұл бірінші орында емес екен. Рахмет Азат ағаға. Расында да подкастымыз не дейді, әр темаға бай болып жатыр бүгін. Бәрібір жаңа сіз басында жаңа айттыңыз ғой, жақсысын айт, дәулет тассын деп. Ақырында да осындай инсанлардың арқасында мәдениетіміз, әдебиетіміз, кітапқұмарлығымыз бәрі рауажланады. Келін енді
сатира жөнелісіндегі кітаплар менен сіз неге араласпай жатырсыз? Мысалы, мен бірақ өзім көремін, мысалы киноларда көремін сізді, комик киноларда да ойнап жатырсыз. Ава. Енді Михаил Зощенко деген жазушыны білесіз бе? Білесің ба? Михаил Зощенко деген жазушы бар, орыстың жазушысы. Енді маған ең ұнайтын жазушы да. Оның ішіндегі тауып алып оқың, әзіргі уақытта оның кітаплары жоқ. Бірақ менде бір дана кітабы бар, Мажара деген өзбек тілінде. Бөлек-бөлек сол комедийный нелер жазылғанда уақиялар. Көріңдер ма? Көріңдер, топлам. Бірақ енді сол кітап мен үшін ең қадірлі кітап. Ешкімге бермеймін. Сол бір саяхатқа шықсам, сапарға шықсам, бірақ сол Барқұлла Зощенконың сол Мажарасы мен қасымда болады. Комедияға келсек, бәрібір кеуілге қонымды жоқ рас. Қиынлау да. Сөйтіп, мен бір қызықтырады да сұрау. Мысалға қазір кітапқұмарлық бойынша көп істеп жатырсыз ғой. Кітап деген көрсетуге алып бардыңыз адаспасам АТВ-да. Онан кейін монологларыңыз бар, кітапларды қазір аудио кітап қылып жатырсыз. Біздер қазір мысалы подкаст бастадық қой. Біздерге де сондай бір қызық жораларымыздың арасында не бар да? Енді сен кітап оқисың ғой, анау деп приколдайды да. Сізде сондай реакция қандай болады? Сіз көбінесе мәдениет туралы адамдар бәрібір Енді бәрібір әзілесіп тасламай ма? Бәрібір сол мен бұрыннан кітап оқитын едім. 8-ші классымда менде сол баяғыда есіліп қалу қабілеті жақсы еді. 8-ші классымда дасталардың көбісін яддан білетін едім. Әттеки менде сондай жер бар еді, сол жаңағы Алпамыстың дейік та енді. Алпамыстың анасы қатықты Алпамыс ішіп отырып, жаңағы мен атастырған нем бар екен ғой деп айтатын уақытында нешінші бет десе соны айтып бере алатын едім. 149-ші бет дейтін едім. Әттеки сондай дәрежеде менде сол есіліп қалу несі бар еді. Сол айта жағым мен кішкентайымнан өзім кітап оқыдым. Сондан бері сол біздің жоралар барлығы біледі, олар басқыламайды. Қайта сол кітап бойынша, не бойынша сол ойласатын затлар болса келеді. Бізде де жаңағы бір ғайыпта тайып түсіп қалғандай өшіппіз да әзір, не? Көп адам айтыпты. Ол бұрыннан... Сыр ондай шығыды сәрін деді, не? Бірден жаңағы 6-шы күн жиналатын болғансыз ба деді. Біздер әр 6-шы күн кітапқұмарлар орталығына жиналамыз да. Оқыған қосыңыз бар сіздің? Аударма қылған Абадан Тұрдымұратова. Монологы ма? Тосылмайды арзулар менде деп басқарадың, не? Ядыңызда ма? Өзіңіз оқыды. Яман бір тәсірлік оқығансыз, бірақ астындағы музыкасы мен ұма кетіп қалғаны. Әлі бар ма? Тосылмайды арзулар менде. Менде елі қиял менде. Күнер келіп достасамыз деп ойламаған шығарсан сен де. Маған бұндан артық. Алдыңызда тұрман лал қаты. Сен үшін мен әжеп бір шарлық. Мен үшін сен қорқынышты бір бақыт. Астындағы музыкасы мен яман түскенде, ә? Яман кеткенген. Азыр темадан тысқары, бұл ана блогердің келіншегі, е? Келіншегін білмеймін, бірақ әзіргі уақытта жастар арасында жәмиетілік белсенді жасайды. Ташкентте жасайды. Бір не қылып едім. Мен волонтер еді. сол сіздің оқығаныңызды көріп, текстін көргім келді, кім жазған екен деп. Абадан Тұрдымұратова аудармаған екен. Жаңа Аббасова жазған екен. Кейін өзбекшесін іздедім. Есінен топламынан тауып алмайды олам. Бірақ өзбекшесі маған онша тәсір етпеді. Мен Абадан Тұрдымұратова турдан-тура аударма қылмай, соң мәнісін алып тұрып өзі дөреткен. Оригиналын оқып көрдіңіз бе өзбекшесін? Оқыған шығарман. Онша келмей отырмады рас айтсам. Басқаша аудармашының құдіреті да ол. Аудармашы турдан-тура аударма қылмау керек. Және бір нәрсе болады. Бір нәрсе кеуілге қонып қалады да. Кеуілге қонып қалады. Оның оригиналын естісеңіз сізге ұнамайды. Себебі бір күні Карамадин Хичам ұстаз ағамыз бір қосық айтты да өзбекше. Сізнікі юрак, юрагу, біздікі юрак, масму.
мен Карамадин Хитчановтың мен өзім ықыласпентім еді. Енді соғыс көп естіп едім, машинда неде. Карамадин аға айттым, Карамадин аға, зор айтқансыз ғой, мына қос қаяқтан алдыңыз? Десем, Сабыржан Моминовтың қосы деді. Солай ма? Оригиналын алып естіп едім. Андай болып әз бермейді да. Карамадин ағаң сол өйткені бірден жүрекке қонымлы болып қалған. Соған мұхаббатымыз асып кеткен да, ананы жақсы көрмей қалды. Ана неде бар ғой, Иван Васильевич меняет свою профессию деген кино бар ғой. Шақ deyarsan, шақларға маза деп ойлайсың дейді. Оригиналны көріп отырсаң, еш ондай бір реакция бермейді да. Ана дубляждың жүдә бір құдіретлі етіп, бір дубляжда артистлар зор етіп айтқанда оны, Дауысларым марақсы келшісі. Енді о вақтағы Ташкент қаласында біздер оқыған Маннан ұйғыратындағы театр институты болған, театр суретлеу институты болған. Ол уақыттағы фундамент басқаша болған. Мен естім, бұл енді темадан тысқарылау, әзір актерлар айтысып отырған уақытта, кешірім сұраймын, 41 жыл ұрыс басыланғанда Москвадағы бір қатар актер, актрисалар Ташкент қаласына эвакуация қылынған. Сөйтіп, бұлар 45 жыл ұрыс Тәуіслемен деген шекем театральный институт саған. Қолдан. Сөйтіп, ұрыс Тәуіслегені, аны еді мәрат бітіп тұртты өздер салған, құру отырмайық дегенде енді. Соның арасында ұрыс Тәуіслеп дегеннен кейін көпшілігі қайтпай қаған Ташкентте. Сол екен Ташкент бәрібір енді СССР-да Москва орай болса, керек болса орайдан жоғары дәрежеде болғанда. Бірақ енді орай болғаннан кейін сіз зорсыз делінген. Бірақ екінші орын Ташкент деп сол уақытында сіздің Әлімбай аларам біледі. Сол уақытында тек қана СНГ мемлекетлері емес, басқа елдерден моңғол группалар бізге даже айтатын еді, Қазақстанға барып, қайсы елге барсаңызам, сол Ташкент театр институты біткердім десе, сөзсіз жұмысқа театрлар алатын болғанда. Біздер сол ең кейінгілеріміз деп запылаймыз. Керек болса, сондай нелер болды. Біз арқайын ұстазымызбенен, сол жай жәннетті болсын, әкемістей болды. Біз ректордың алдына арқайын кіре аламыз. Ажинияс киносының бірінші шықты құдыратты істеген. Нөме, осым ойран қыпты, сондай деп қойыпты да. Нені дедім? Ажинияздың барлығын бұзған ғой деп. Өзім басып алдым. Сіз Ажинязды оқыдыңыз ба дедім. Яқ деді. Ізлеп PDF вариантларын тауып, кітапларын телеграмына тастадым. Мен бір оқып шығын дедім. Сондан кейін оқып шықты. Көрдіңіз бе дедім. Бұрынғы уақытта түрки тілдер болған дедім. Түрки тілдес бәріміз Ажинияз, Қарақалпақ дегенім гәп болмаған дедім. Бұлар барлығымыз бір болғанбыз. Жаңа жоғарыда айтқандай Қоңырат, Маңғыт, Қыпшақ, Мүйтен. Мен онымен Ажинияз Қарақалпақ емес дей жақ емеспен. Бірақ тіліміз гүл yüzлі, сондай. Біздер азыр 35 кешегіде телеграм каналымызда да бір тартысылы уақия болды. Мен күзеттім, бірақ үндемедім. Біреу жазып қойыпты, дақиқа деген ғой. Соны мәуретте өзгертуге болмай ма деп шығады да. Енді ол автордікін өзгертуге біздерде құқық жоқ, біріншіден. Сөйтіп оны жабылып адамдар айтып кетті. Ол қалай ол автордікін өзгертесең? Сап Қарақалпақша деген қандай сіз үшін дейді. Бір жігіт зор жауап берді. Мен әзір сізге деді. Сол Ерназар Алакөздердің дәуіріндегі бір хатты ортаға таслайман деп тарихшылар каналынан алып таслады. Бұны қалай сіз шешесіз деп атыпты да. Және мен қосымша қылғым келді. Бір уақытлары бір әмелде отырған яш үлкен мәдениет тарауының үстінен қарайтын еді. Сол Қожбан деген кім о деді. Әзірем бар ол адам. Атын айтпай қойайын. Қожбан деген бір қазақтың байы деді. Соны деді, сорасаң елімді достар біздерден деп өзгерту керек деді. Ташкентте үлкен концерт болайын деп жатыр. Енді
айтса не дейсің? Яқшы деп, сол уақытында бір осындай әдебиетті, кітапларды көп оқыған бір ағамыз айтып еді. Россияда Пушкиннің, Ташкентте Алишер Навайның бір сөзін өзгерткен адамның келесі кетеді деді. Қожбан Ажнияздан сұраған. Қане, сен қайдан келдің, қайсы елден келдің, еліңді айт. Бұл Ажнияз соғықта сұрасаң, елімді Қожбан біздерден деп, оған бір тарифлеп берген. Оны бірақ өзгертуге хақымыз жоқ деп шырлады да. Бірақ бәрібір сол достар біздерден болып, біз Ажниязды өзгерттік. Енді 1924 жылдардағы саяси оқиғаларға байланысты Түркістан елі бөлініп, саясатта да бөліп тастап, һәм құналық қылды. Сол уақыттан бастап бір араға не түсіп қалғандай болды да. Негізінде бір түрки шаңырақтың тілдері деп па? Сол посқан елдің ішінде де айтады ғой, бәріміз сол бір ноғайдан шыққан елміз. Қазақ, қарақалпақ, қырғыз, өзбек. Себебі мен Сауди Арабияға барған уақытында бір ноғайлы адамды көріп қалдым. Жасы үлкен, ақсақал екен. Осындай болып сөйлеп атыпты да. Қайдан істедім? Ноғайданман. Ноғайлыман деді. Онда сіз қарақалпақсыз ғой десем, ашу келеді да. Мен ноғайман, сен ноғайсаң, сен қарақалпақ емессің дейді да маған. Қалай сонда ол деймін ғой, сөйлеттім. Мұнда мынау білек ноғай болса дейді. Мынау қазақ ноғай, бұл содан шыққансыз сіздер деп атырыпты да. Түбіміз бір біздердің. Өзбек ешқандай бөлінбейді олар дейді да. Тербенбеске қайтайық. Тербенбес әзір посқан елі отқан болса, бұның алдыңыз сіз Тербенбесті аудио кітап етіп шығардыңыз, һәм соның финалында осы сіздің ықыласпентлеріңізбен біргелікте сол Қабақлатаға зияратқа барып қайттыңыз, Тек Қабақлатаға бармадық. Біз сол Тербенбес атауының, сол Тербенбес романын естіп оқыған болсаңыздар, сол Лепесбайдың жасап өткен жерлері, соның қоймаханаларын мен өзім көргім келді. Һәм сол Тербенбестің уақытында және бір нәрсені айтып өту керек. Бір кітаптың давамында каналымызға 1000-нан зият адам келіп қосылды да. 6000 бір нәрсе еді, 7000-нан өтіп кеттік. Сол уақытында мен өзім сол ықыласпентлермен байланысып тұрамын. Мен дедім, Тербенбеске, Қабақлатаға зияратқа баруды ниет еттім дедім. Кітапты оқып отырып, студияда отырып. Бірге бараман дейді тұғылар болса, барып қайтамыз дедім. Айттым ғой, бір шаңырақта едік. Соңынан адамлар енді тындырмай кетті. Мен бараман, мен де бараман, мен барамыз, қарасам 100-ден өтіп барады. Нызам бойынша 100-ден зият адамды ешкім жинауға ақысы жоқ. Оның үшін тиісті жерлерден рұқсат алу керек. Сөйтіп қойып тұр дедім. Тумарис тур деген агентлікке бардым. Тумарис тур агентлікке бардым да сол уақияны түсіндірдім. Сол жерде Рано деген қыз бар екен. Болды деді. Сөйлесті. Сол машиналармен 1.200.000 сомға апарып қайтамын деді. Тербенбес, Қабақлата деп локацияларды айтып еді. Онда 20 адам кететін болса 60.000-нан келеді екен. Болды, 60.000-нан қылып береміз, біздерге ешқандай пайдасы керек емес. Бір сол жерге барып, халықтың патиясын алайық деді. Соңынан ал дедім, қуанып кеп айттым, бұл нызамластырдық, Тумарис тур бізге жәрдем беретін болды. Кім барады дедік, құлласы 250 адам жиналды. 23 ноябрь күні 250 адамменен Тербенбес атауына бардық. Ондан кейін Қабақлатаға бардық. Ол жерде әттекі сондай қызықлар болды. Машылар батты. Сол Тербенбес атауындағы Лепесбайдың әкесі, анасы, соның ауылының қойымшылығына зияратладық. Сол жердегі шейхші сол 250 адамға ас берді. Одан шығып Қабақлатаға бардық. Сол Тербенбестің ішіндегі Қожа Лепестің шаулықлары. Сол Лепесбайдың шәкірті болады ғой, Қожа Лепес. Соның шаулықлары, олар да сол жерге бір мал сойып 250 адамға қазан-қазан палау ас берді. Біз енді кітап, аудио кітап оқығанымызда тек кітаптың ішінен емес, сыртынан сол уақиялардан айтып беріп жатырмын, жақсыны айт деген. Кеше Назар Ешенқұлдың кітабын оқып қалды, Грион деген. Одан алдын Абдухамил Молдашев, Қошет Досмұхаммад соған кітабын оқыдым, өзбек әдебиетін.
Енді мен ойлап едім 20-ші ғасырдан кейін өзбек әдебиетіда дерлік өліп қалды, олар онша жазбайды деп ойладым да, бірақ қателескен екенмін. Иә. Олар кейін жаңа айттым ғой, жаман бақ салыстыру деген. Қарақалпақ әдебиетін қазіргі уақытта оқысақ, қандай тұрмыстық оқиғалар, бытовой өмір болып кеткен да. Болып қалды. Кеше Грионды оқып көрдім. Дін деген бұл не еді, Құдай бар ма жоқ па? Философия болып кеткен да, жоғары көтеріліп кеткен. Мәселен, Шайтан аттың сол 5 кітабынан оқыдым да. Соның өзінен алатын сатылар көп. Мәселен, Полат Алемдардың киносын көрдіңіз ғой, 5-6 сериясын болса да. Соның ішінде Полат Алемдардың әкесінің өзінің бір орны бар. Полат Алемдардың отырып, дін туралы айтып береді. Шайтан атты оқыдың ма? Шайтан аттың ішінде де сондай темалар көп та. Алатұғын зат көп ішінде. Тербенбесте шолаңларын көрдіңіз ба? Бар ма шолаң? Маған қызық болды да, себебі бар ғой? Шолаңлар жоқ. Шолаң жоқ. Шолаңның орны бар. Сол шолаңды басқан қазіргі қамыс плиталар бар ма? Солардың азмаз қалған орнылары бар. Кейін және бұл 250 адаммен барғаннан кейін ме деп жайылып кете береді екен да. Соның үшін мына дөңіне өтсеңіз бақалар бар дейді, бірақ шаққан жігітлер барып жүгіріп көріп қайтты. Біздер уақыт шектеніп қалды. Бірақ сол жерде бақалардың тұрғаны, аралдың сойып келіп адамдардың қайық байлаған бақанлары или тұрып екен. Просто мені кітапты оқып жатқан кезде шолаңлар хақында айтқан кезімде қалай ол холодильник пайда қылған деді. Сол уақытта адамдар әртүрлі жолдармен мысалға мұздатып қоюдың ұсуларын тауғанда, жаңағы айтқандай, заман рауажланған сайын адам еріншек болып бара жатыпты да, холодильник бар, холодильникке қоямыз да. Жаңағы әттекі жаңа елесілер кемеген шығарсыз, Топалаңның ішінде, Босқан елде сол баласы Тынахмет бар ғой, Исмайылдың баласы. Сол шикарға ауға шығып жүр, не көрінеді да, үйдің сүлдері көрінеді, адалалық бір үй. Сол жерге барып құласы бір шешеннің үйі болады, сол жерде қымыз ішеді, шөллеп тұрған болады. Сол қымызды сұрайды, қымызды салқын етіп әкеледі жаздың күні. Сол уақытында сол Тынахмет аға сұлтан болады, баласы сол сұрайды. Бұл қалай бұл? Қызығып та енді. Саратанда салқын бұл. Сол уақытында жаңағы жердегі не айтады да, біздер төле қазып қойыппыз. Төленің ар жағында және төлеміз бар. Сол жерге сақлаймыз, сол жерде мұздай болып тұрады. Сол да, соғыр айтып істеген шолаңларды мен Мойнақтыда бар деп естідім. Мойнақтыда сондай шолаңлар бар деп, соны көріп қайтуым керек. Мен бір ағамыз кешегіде айтып еді, кино қылайық Бақтияр. Тербенбесті. Мен өзім баспал деді да, мен өзім бірақ оның қаржысы порт керек болады бізге бірінші. Бәрбір кітаптың басын спорт. Су арқалы болған үшін біз енді мына аралда да олам қиыншылық Ақтауға арал жаңа Каспий теңізіне баруы мүмкін. Ол жерде ол павильонды құру үшін тарихи кино бәрібір көп қаржы талап етеді. Қазіргі замандікіне қарағанда. Ауыл арасы, жаңағы үйлер, барлығын істеу мүмкін. Енді кітаптың ішінде жазылып тұрды да, білсеңіз, ана бір болыстың үйіне барған кезінде қиюадан ұста кеп там соқтырып қоятын жері. Дивал там соқтырған, қорғанда еді. Сол уақытында кеше зияратқа барғанда адамдар айтады, үй жоқ па, үй жоқ па дейді да. Үй болмаған. Ең сол болыс, сол байдың өзі там соқтырып қойғанда барып тұрып, сол Лепесбай ана атуға барады ғой, басын жұламан деп. Сол уақытында сол тамды көріп ішіне ойланады да, там соғып қойған екен. Сол айтқанда үйлер ағаш болған, жинап көшпелі да енді. Себебі қарындасын алып қашып кеткен кезде ортадағы қар үйден алып қашып кетеді ғой. Қар үйдің ішіне итті байлап кетеді. Итті байлап кетеді, алданады. Кеңесбай Рахматовтың бірінші махаббатын хақында сөйлесек та. Бәрібір не ғой. Енді бірінші махаббатыма болмас нәрселер болды дейді ғой. Бірінші махаббатым сәл нәзіктеу темалар көп ішінде, бірақ Кеңесбай Рахмановтың
сөз қорының Ай, көптігі, оның байытылуы, оның тәрбиелері түр адам, иә? Ол басқаша бірақ, шамның ішінен өткелері, шамның ойлағанлары. Шайырлық несі бар да? Кеңесбай Рахманов бәрібір көпшілік тән берген, ол һәм шайыр болған, һәм драматург болған, һәм жазушы болған. Үш қайықты бірден ұстаған, Үш қайықты бірден ұстаған. Ол белгілі адамдар ондай нәрсені епілей алмаған да бәрібір. Осы кітапты оқып болғаннан кейін бірінші ойыма келген нәрсе кітаптың сыртынан үлкен етіп плюс 18-де жазып қою керек пе? Біздер неміске жазып қойдық, бірақ ютубтағы неміске. Жаман шығанақта Ақтөбеде сондай ғой. Плюс 18. Бәрібір плюс 20 жаман шығанақта Ақтөбе бар ма? Онша ол Білмейді. Білесіз ба? Ол себебі ол анандай не ал десек болады. Уақиғалар тым Көп. Жаман шығанақта Ақтөбеда ол ондай жағдайлар анаға қарағанда көп. Бірақ ол елеспестілігінің себебі тілекке қарсы қазіргі заманда да ондай жағдайларға болады, көріп жатырмыз, гуаз көріп жатырмыз, бірақ анау ол нәзіктілеу да. Ажағасының теманың бәрі соған байланысты да. Бейнесі болған үшін бәрібір сол бірінші мұқабатым десе адамның ойына сол шамменен келе береді да. Сіз айтмасың Жәмилясын ұқсайды. Ода да кішкене жігіт өзінің жеңгесіне деген. Бәрібір оның мұқабатының олардың арасында анандай еш нәрсе болмайды. Болмады. Ол тек жеңгесін ол бала кемлімен жақсы көреді да. Арал бет болды ғой да. Бірақ не дейді? Білім алу қаншелі дәрежеде қыз бала үшін ахметлі екенін бұл романда көрсетіп берген Кеңесбай Рахманов. Білім алуы себебі Наздың білімлі болады. Рус кітаптарын көп оқиды. Кітап құмарлық хақында да көп мәні беріп кеткен бұл кітапта. Танха өзіңе мәлім сыр. Бұған пікіріңіз қандай? Олам сол. Болмаса Қайпергеновтың онан басқа сол повестлер кітабында Суық тамшы да бар еді қасында. Сіз әйне осы Танха өзіңе мәлім сырды алғансыз ғой? Енді білесіз бе? Бәрібір мен Бақтияр ағаның ішіндегі адам шығара алмайыппын да. Бір адам шықпай жатыр да ішінен де. Айдып. Біреу сұрамайды. Бұл Танха өзіңе мәлім сырдың ішінде де бәрібір бір заттар бар да. Мұхаббат бар. Мұхаббат деген сондай нәрсе да бұл. Мұхаббаттың пайда болуы бар ғой да. Пайда болуы бар. Болмаса ана қасында жүрген, айланып жүрген бәрібір адам бар ма? Бұл күйеуілдің мәселесі да. Күйеуілдің мәселесі бұл мынаны жақсы көр деп жақсы көргіз болмайды да бар. Бұның ішінде сондай мұхаббат бар. Қыздың мұхаббаты бұл басында басқаша болған. Ода да сол болмас нәрселер болып кетті енді. Бірақ жаңағыда образлардан Төлепберген Қайпергенов жүдә жақсы жеткеріп бергенде бір түнде шашының бірден ағарып кетуі, өзінің ана нені уақиғаларды не дейді, оқырманға өзіне қалдырып кеткен де, оқитын адамға қалдырып кеткен, әкесі кім еді деген сұрауды, ешкім жауап бере алмай қалады ақырында. Һәм ақырында бұл қыздың өліп жатқан кезінде де бетімен құлайды, беті ешкім білмей қалады. Қандай болған? Қызы да уақияны білмей қалады. Әммесі Танха өзіне мәлім сыр болып қалғанда, атымен әммесі бір-біріне сай келген. Енді Қарақалпақ әдебиеті дүрданаларын азыр аудармалап жатырсыз ғой. Аудиоластырып жатырсыз ғой. Бірақ сол аударма несіне де өзбек әдебиеті немесе жаһан әдебиетінің кітапларын аудармалау, аудиоластыру ойларыңыз бар ма? Сол енді Құда қаласа бәрібір бұл көркем өнер, әдебиет
қосық деген нәрселер жақсы жер миллет таңдамайды. Енді бар жаңағыдай лайсаң салғысы келетұғын ұшырасады ғой енді. Но бірақ біздердің режимімізде сол қазір қарақалпақ тіліндегі сол кітаплардың, сол дүрданаларын оқып болғаннан кейін ләжімізден, имканиятымыздан келіп шығып, одан кейін біз өзбек тіліндегі кітапларға өтуді ережелестіріп жатырмыз. Бұл бір себебі һәм екінші режиміміз біздер қазір радио постановканы жолға қоймақшымыз. Қазір ол хақында жұмыс басталды. Сол Йодақ атындағы Қарақалпақ мемлекеттік академиялық музыкалы театрында қазіргі уақытта жүріп тұрған лифт спектаклін біз радио постановкамен ықыласмендтерге беру ойында бармыз. Енді бағанағы режиге қайтатын болсақ, сол бізге бір ағамыз келіп мотивация берді. Шық деп айтыпты да. Шық. Өзбек тілінде көплеп кітаптар бар. Соларды оқы, сіздердің оқығаныңыз анағұрлым бәрібір өзінің ықыласмендтерінің жүрегін жаулайды. Соның үшін сіздердегі качество көп жерлерде жоқ. Өзбек тілге өтің. Қазір 8.000-да қатып қалдың деп атыпты да. Ешкім жағынан, тыңдаушының жағынан. Ол 100.000 болады, керек болса 1 миллион болады. Соның үшін сен сондай етіп шық деп атыпты да маған. Өзбек тілінде сіз аудио кітап шығарып отқаныңызда сіздің акцент беріп кетпейді ма? Қалай ойлайсыз өзіңіз? Сіздің акцент жақсы ма? Енді қазірлері аз-маз не болды? Мен өзім өзбек группада оқыдым. 5 жыл Ташкентте. Олан пайда береді? Олан пайда береді. Мен 5 жыл Ташкентте өзбек группада оқыдым. Бірақ қазірлері енді сол Ташкентке барсам, сол группалас достарыммен көрсем қиналамын. Қиналасыз. Бірақ соны айту керек, біздер өзбекшені айрым уәлаятлық өзбеклерден жақсы сөйлейміз. Біздер себебі әдеби тілге... Себебі біздерде театральный институтта сахна нұтқы деген сабақ болатын еді. Сол жерде тек әдеби тілде сөйлеу керек та, шевасыз. Біздерде сондай балалар болды, Наманганнан, Қашқадариядан келген, мені үлгі тұтатын еді. Содан мен бір қарапақ оқыдым ғой, мұнда дейтін еді, Қарақалпақ сіздерден жақсы әдеби сөйлейді. Оның себебі біздер өзбек тілін Яшылар каналынан, Өзбекстан әдеби көреміз да біздер. Біздер олардың шевасынан хабарымыз жоқ. Сонан үшінен біздердің миымызға сіңген қазір Қалеген Қарақалпақ жігіті қызы әдеби тілде сөйлейді. Олар шеваны білмейді расы да. Өткенде менің бір танысым айтып берді, сол менің Жезақтың адамы да таксиде кетіріппін дейді. Телефонда сөйлесіп жатыр, тынбай сөйлесіп жатырыпты дейді, жаңағы мәселелер шешіп жатырыпты дейді да. Мынау дейді ташкентский адам бір комиссия оқып нөкіске кетқан екен деп ойладым дейді да, бір кетіпсіз дейді. Ака, сіз Ташкенттің қай жерденсіз? Мен нөкістемен ғой деп айтты дейді да. Мен айран қалдым дейді. Біздерде қиямет ол. Соның үшін мен өзім ойлаймын, егер өзбек тіліне өтсек, бізде біріншіден багаж көп болады. Екіншіден, мен ойлаймын, аз-маз шынықсам, себебі бұл жақта баяғыда мен концертлерді бастаушы болғанда өзбек тілінде көплеп бастаушы болатұғын едім. Менде аз-маз шынықсам бәрібір келеді бәрібір. Түсіп аласыз да жолға, релсқа түсіп аласыз. Түсуге болады. Себеп шева оқитұғын, шева мен тілін сындыра алмай жүрген оқушыларға біздің дамын айтатын еді. Кітапты бақырып оқың дейтін еді. Сол тілді сындырады да. Пайдасы өткен. Олардың болып өткен ішлерді деп дауыслап оқысаң, сол бәрібір әдеби тілге тілді сындырады. Һәм Өзбекстан көлемінде де кітап құмарлары үшін жақсы бір сапалы, сапалы бір аудио кітаптар болған болар еді. Жұмыстарыңызда оған бір табыстар тілейміз. Рахмет. Сіз аудио кітаптар істеп жатқан кезде Қарақалпақ халық ертекілерінен аудио кітап қылдыңыз ғой? Соларды өзіңіз балаларыңызға да айтып бердіңіз ба? Сол бүгін күнге шекем, мен балаларыма қайсы ертекті бастасаңыз, ізін айтып береді. Оны білеміз дейді. Себебі мен тек қана ол емес, өзбек, һәмме хинд ертекілердің бәрін мен интернеттен аламан.
со тұрған жерінде Қарақалпақшаға аударып, со сіз оқыған, естіп отырған аудио кітаптарды етіп, менің со екі қызым со естіпеген ертегі жоқ, хамы ертекті дерлік біледі. Оларды да мен айтып бердім. Хам со ертеклер бойынша айта жағын біз балалар үшін 20 ертек істедік. Бірақ ашынарлы жері бар, енді мен ешкім бағына тасатпайын. Бірақ со кітапты істеген уақытында бір немқұрайлылау болған деп есаплаймын. Себебі со Қарақалпақ ертеклерінің со ертеклерді оқығанымызда со Қарақалпақ фольклорынан алып дерлік со 20 ертекті өздеріміз жазып шықтық. Қайтадан? Со ана Бақтиярды Қайраддин күнде телеграмнан жазып жүрді деп бастайды да, мысалға мұрат етіп жүрді, Бақтияр деді, со Бақтияр созып жүрді, міне нандай болды деп келеді да, сөйтіп Бақтияр подкастқа келді, дейді, болған ізі жоқ та. Біздер жаңағыдай біздермен алдына оқып алмаймыз ғой. Сондай оқып отыр деп тәуізіліп қалады, Оспан екеуміз бір-бірімізге қараймыз. Ой, қайттан ручкамен қағазды алып, ізін жазамыз. Мынандай болды. Со подкастты келтірейік. Сөйтіп, со 20 ертекті бір кітаптан зорға шығардық, расын айтайын. Қыпшақбай Матмұратовтың тербенбес кітабы енді неше мың нұсқада шықты, һәм кітапты оқи алады да. Жа бір гәпіңізді ескендей болдым, кітаптан тысқары бір мағлұматлар бар дегендей. Ол енді мен өзім со тербенбестің автор Қыпшақбай Матмұратовтың баласы байланысты да маған, мен Қыпшақбайған баласыман деп біз таныстық. Сол мен айттым, сол Қыпшақбайған басына бір зиярат етейік, Құран тилауат қылайық, рұқсат болсын. Сол уақытында баласына сұрадым, екінші кітап бар ма десем, себебі мен естім, Қыпшақбай Матмұратов екінші кітабын жазып қойыппан, баспадан шығаруым керек деп, енді сол уақытларында бір-екі жаңағы Азат ағаға ұқсаған жігіттермен сөйлесіп ойласқанда, бірақ енді жай жәннатта болсын, өмір қысқа болып үлгермеді. Маған категорически кесіп айтты, жоқ деді баласы. Сөйтіп, мен тілекке қарсы болған оқиғалар, бірақ сол Лепесбайдың өмірімен қызықтым, солар туралы іздендім. Архивтан мағлұматлар алып каналыңызға қойдыңыз, иә? Оларды қойдым. Хам сол тербенбестегі сол жақта шейхші атамыз бар, сол атамыздан көп мағлұматлар алдым. Сөйтіп жүрсем, кешегіде бір гәп шықты, тербенбестің екінші бөлімі шығып атып екен деген. Сонан кейін қызығып көрсем, бұяқ растанам шығып атырған екен. Сол мен тербенбес бойынша шықса, алып оқимыз, Құда қаласа. Енді сол кітапты әме оқи алады, бірақ кітаптың сыртында болған нәрсені әме де ести алмайды ғой. Соны сол сұрағаным ғой. Кім туралы? Лепесбай туралы қызықпасыз не сұрап Лепесбай. Енді Хамбеге де Лепесбай Қарақалпақтың бір идеал жігіті ретінде сәулеленген, не дейді, позитив жанрда жазылған роман ғой бәрі. Лепесбайдан көп зат алса болады. Енді өткенде Қыдыр Ниязам көп затларды айтты, енді мен оны қайталамай қойым, бірақ қазіргі уақытта сол құрметті президентіміздің қанбағалықтан шығару, халыққа көмектесу деген сол басылымаларын сол Лепесбай бір уақытлар қолынан келгенше істеген да, өнері аш отырмасын. Пұл керек па бер деген. Төлей алмай ма, балық әкесін сатып ала бер балық. Біз оны дұзлаймыз. Я мұса дұзласын, я мұса балық ұстай алмай ма, бізге қыршып жәрдемнесін. Сол бәнділікті тәмелеген, қанбағалықтан халықты шығаруға әрекет еткен, мәселен Шымбайда аштықларды көзімен көріп келетті, сол байларды шақырып ойласатын жерлері бар. Ертең Шымбайда болған оқиға біздерге де келеді. Соның алдын алайық, қанша біздерде ұн бар. Сұраған адамға берің. Ертең бәрібір сол теңізімізде балық бар, бізге жұмысыменен қайтарар. Түбінде қарасын халыққа деген бір кең жігіт болған. Пұлға, ақшаға болған қарым-қатынасы да өзгертеді. Екі баласы ақша тауып алып келеді ғой. Қарасы көріп, ақшаны ойбу, қақтан алдыңыз, тықып қой деп. Тықып қойып не қамыз оны, өзінің құнын жойтады. Одан көре ақшаны туып тұрсын деп, жаңағы қазіргі заманауи тілмен айтқанда, эксперименттік қылайық, инвестиция қылайық дегендей.
Қожа лепестер ғой, сол Лепесбайдың бәрібір жәрдем беріп, солардың шәкірті болады да Қожа лепестер. Жаман емес, жақсы. Қазіргі уақытта сол. Бірақ енді тілекке қарсы Лепесбайдың біз сөйлескеніміз сол Киікбай еді, алжаспасам, сол болыс болып кетірғанда қойнына өзінің қызын салып жібереді. Сол жерде кітап тәуселеді. Сол Киікбайдан қызынан дөреген соның шаулық қызлары сол кеше Тербенбеске біздерменен барды. Басқа Лепесбайдың ешқандай біз әулетларымен ұшыраса алмадық. Бірақ Қожа лепестің сол ақылықлары, шаулықлары актив болып, сол кітаптың уақытында да туырлай біз қызықтан сұрауларға жауаплар беріп, сол керек болса, сол Қабақлатыда жоғарыда айтқандай, сол мал сойып, сол 250 зияратшыға ас бергенім сол Қожа лепестің сол нелері еді. Сол бірақ кітаптың ақыры бір не болып жұмбақ болып жұмбақланып қалғанда? Бұл бар ма? Менің шамалауымша... Не үшін 9 жасар қызды деп... Ава, менің шамалауымша, бұл расының болған уақия. Ава, енді сол не үшін Киікбай? Киікбай енді... Оны бар ма? Сол көп талқылаулар болды да, не үшін өзінің қызын... Көдек қойлы ол? Көдек деп атырсыз ғой, мысалға. Мен пікірімді айтайын. Біз мәселеге тағы бір жағымен қарайық та, Киікбай. Олан бай. Киікбай, ол бай. Киікбай үлкен қартайған кісі. Оның кенже қызы. Әттекі неше баланың арасында бір қыз ол. Ол деп отырған қызы. Бірақ ол Лепесбайдың келешегіне, Лепесбайдың сеніп қызына мүнәсіп көрген үшін берді. Енді заман сондай. Ертең сол Киікбайдан сол қызына қандай жігіт тап болады, Киікбай қай жерге шекем барады, өмір сүрсе, өзі кетіп қала ма? Өзі кетіп қала ма, ертең оған қандай... Бұл сенген Лепесбай соған мүнәсіп көрген. Сол жерде, сонан кейін... Өзім аңтаң болып қалады да? Аңтаң болып қалады. Енді бәрібір ол деген ол Лепесбай сол тап 9 жасар қыздың некесіне алмайды ғой. Біздер кейіннен соны іздестіріп сұрастырсақ, соны Лепесбай сол өзінің қызындай болды. Өзінің қызындай етіп бағады. Бірінші әйелі Айбеке соны бағып, соны сол балағат жасына келгеннен кейін барып Лепесбаймен некеленеді. Өзі кем саналы позитив рухта жазылған кітаптардан бірі. Ама жаңа айтайын дегенім, менің ойымша Тербенбес бірінші кітап деп жазылғанда, бұл негізі автор бұны жаңа трилогияда бөле жақ болғанда. Екінші кітап болыслық дәуірі, үшінші кітап сол қазіргі заманға шекем бір әкелу ниеті болғанда оны. Сол жерде сол қызды қойнына салды, 9 жасар, сонымен кітап таусылды. Бұның екіншісі енді болыслық дәуірі, сол дәуірлер болып давам ету керек болғанда. Тетралогия болатын шығар. Бәлкім. Жаман шаңақтар ақтауға қайтып келе береді ғой. Ішіндегі образларға сіздің пікіріңіз, мысалға, ішінде не бірде бір жақсы бір ой, мына адам тым жақсы деген бір образ жоқ қой ішінде не? Бар. Кім? Жамалдың күйеуі ма? Сіздер. Ана басыларын көріп атырсыз. Мен атын ұмытып қалдым. Көзі көрмей тұғын, ана қарға еріп келе тұғын. Екінші әйелі. Екінші әйел. Екінші әйел болып келіп отыр. Екінші әйел болып келу айып емес қой, жаман деуге болмайды. Ол қайта сол қарының ізіне еріп келіп, балаға сол әкелік қылған үшін сол жерде Састырғанға ма? Састырғанға сол жерде өзі яқшы деп сол жерде некеленіп, өзінің баласындай көріп, аналардан үйленіп келген уақытында жаңа қарының баласы үйленіп келеді ғой, бір өзім келмедім дейді ғой. Сол кезінде айнан оның бар ма? Бірақ енді сәл аяншылау болды, дарияға түсіп кетіп, кейінен сол ақтұбаны жауып, тегіслеп соның астында қап қояды да ол. Бірақ енді жақсы адамдар бар ол кітаптың ішінде де. Барлығын жаман деп болмайды. Біреу. Енді ана қарындар сада болған,
ақкөкірек кәдімгідей. Қар да лесе ғой. Енді бәрібір ол дүние қарасының болғанда қарсының өлшеніп болғаны да. Қазіргі заманда да қарсының өзінің қарсыменен тек алдыңды көретін адамдар жүр көп қой қазіргі заманымызда да. Мысалы қаншадан қанша имканиятлар бар, одан пайдаланбай тұрған адам бар. Шүшіліктен бір жақсы көрсетіп берген да оны. Көкнарды, маған қоңырау қылады, Бақтияр дейді, пиаңларды. Сол қалай қоңырау, соны айтайын деген ғой. Сол әсияпқа тұрып, сол пиаңлардың образын яман бергенсі, сол кезде бір ше отқандай дейді. Аны пиаңға кеп қалады ғой. Қандай да? Сисемменен Нөкер Ниязович. Нөкер Ниязович. Соларға келген уақытта олар қара бола ма, пияң ба? Пияңның образына өтемен. Өздеріміз үшін қызық болды ол да. Доспан екеуміз күліп қатып қаламыз. Бір жерлер болады енді. Қазір және айтып кетейін. Соны жетімнің жүрегін оқып отырғанда енді неден тысқары. Тығылып қалдым анасын айтады ғой. Бір жерлерінде сезіледі қадым. Сезіле ме? Сезіледі. Тығылып қалған жерлеріңіз. Тығылып қалдым оқи алмай. Енді мен Доспаннан қысынып тұрман енді екеуміз 40-тан өткен жігітлеріміз. Десек тоқтайды осы Доспан, тоқтап дедім. Әрбір көрсетпейін дедім, көзім жасын деп қарасам, Доспанам жылап отыр. Біздер сол кітаптың ішінде жасаймыз. Маған айтады да адамдар, яқшы сенің өзі сондай ғана кетсен, Доспанға не пайда дейді да. Доспанам бұл фанат. Өзінің сол кітаптың ішіне кіреміз екеуміз. Әттекі деп оқып тастадым десе, мен, Доспан шыдамай бір кездер оқып тастаймыз да кітапты. Соған қапа боламыз. Бірге оқитын едік қой деп та. Соның үшін біздің жұмыста бір бала бар. Әттекі сіздің ана кітап тоқтап қалды бір уақытлар. Қайсыдыр еді, танқа өзіңе мәлім сырмеді. Бір ара созылып қалды да бір-екі күнді. Ашуланып, барып, соны оқып бастады ғой, сөйтіп маған айтып беріп отырды. Сондай ғой. Қой болып тұрады, мен оқимын әзірді. Сөйтіп сол кітапта, олым электронный шығарып алған, жұмыста печат істетіп, соның печатпен, соны мен оқып алдым. Танқа өзіңе мәлім сыр, басынан ақырына деген өзіне байлап алады. Байлап алады, сіздің жаңағы 38 минуттан шығарып отқаныңыз біздерге жетпей қалды да. Өздеріңіз бар оқып тастадық. Бірақ Посқан ел біздер оқыған ең үлкен кітап болды. Хам жасыратын жоқ, ең ауыр кітап болды. Посқан ел әзір алжаспасам 577 ма бетті. Мәселен терменбес кішкентай 30 бөлімге бөлдік. Біреулер 18 минуттан кетті, біреулер 40 минуттан кетті. Бірақ мына кітапты Посқан елді біз 50 минут, 1 сағат, сондайдан шығарып атырмыз да әзір. Оның үстін бір күнде 2-ін шығарып тұрсыз да? Кешегілер ешіп кетсек, жаңағыдай. Енді бір несі бар, осы сәттен пайдаланып айтайын. Көп сол тыңлаушылардың ішінен сондай жігітлер келіп, қабыр алып кетіп атыпты. Жігітлер деп қаржылай, бір жәрдемдер беріп кетеді. Біз ешкімге еш нәрсе деп атқамыз жоқ, біз халық үшін деп атырмыз. Кеше айтып атырмын, мен сәл кешілеу келіп едім, Зерхан апа деген апа келді дейді. Баласын обед беріп, биші берген екен, баласы біздерді қапымызды аштыра алмай кетіпті. Сондай, негізі ол имаратқа қалауын ешкімді кіргізбейді. Біздер бірақ рұқсатнама алып, қалауын біздер жазамыз. Сөйт, мынандай, обед түслік қыласы деп қаржы беріп кеткен. Одан кейін, және бір жорам кеп, келіншегі жаңағыдай печенный мазалы затлар пісіреткен. Доспан деп отқан, больницада жатқандай болды. Күнде жұмыстен біреулер хабар алатын. Ятам болды деймен Доспан. Бұндай бәрібір бір кеуілді ғой. Кеуіл, сол кеуілі кешімей. Енді қопал қып айтқанда, Доспана менен аш емеспіз. Бірақ сол жігітлерге барып, сол бір қасына мотивация беріп, сондай біздер хабар алайық. Сондай бұндай кеше біреу айтып қойыпты, Доспан Бақтиярдың демалғанларын жазып қойыпты да, баяғы кітапларында шықпайтын еді, қазір азымаз шығып жатыр. Шаршап жүрсіз бе? Шаршасаңыз демалып алың, денсаулық керек. Біз ерекше күтіп тұрамыз деп жатырыпты да.
Оның өзіне мәселен әтібар қаратып жатыр, иә? Ооба. Дауыстарға дейін бәрін әтібар қаратып отырған. Бәрі көп адам. Мен хайран қаламын да, деп өзі сол санды салдыңыз, ізіне сразу жазып қойды комментарий. Ендігісін қашан саласыз деп, О, мен о затқа үйрендік қара, деп тұрады ғой, мысалға. Бір бөлімді саламан, мәселен дейік 37 минутта саламан. 40 минуттан кейін комментарий келіп бастайды. Ізі қашан дейді. Ізі қашан ес болды да. Ізі қашан деп. Азымда, әр күн азымда. Мен және бір нәрсе, мен бір Назар деген ең жақын жорам бар да. Назар ұста өзі, кітап оқымаған, кітапқа қызықпаған. Бір күн Назар екеуміз бір жерден бірге қайттық машинада. Сондай нәрсе істеп жатпан дедім Назарға. Оны қалай деді? Өзі ұста адамдардың үйлерін соғатын. Сөйтіп Назарға үйіне барып, телевизорынан қойып беріп кеттім, мұнда мынандай қыласам, мындай қыласам. Кітапқа қызықпаған, кітап оқымаған жорамда мен ол. 2 күннен кейін маған қоңырау қылды Назар. Ау Назар дедім, сен мені не қылдың деп атыпты да. Жұмыс қалды бір жақта. Дебем, пультті ешкімге бермеймен дейді, балалар кішкентайда. Стопқа қояман да, тек қажетханаға жүгіп барып келемен болғаны дейді. Үйден шығуды қойдым дейді. Кітапларының бірнешеуін тыңлап тастадым дейді. Ішіне кіріп кеттім дейді. Мен бірінші мұхаббатын сөйтіп тыңладым. Үйде телевизорға қойып, телефонда да қылмадым да. Қазір енді және бір реті келгенде айтып кетейін, бізде дизайнерден ақсап жатырмыз. Біз қазір кейінгі 2 кітапты ютубқа сала алмадық. Себебі бұрын Абат Сұлтанмұратов деген дизайнеріміз бар еді. Қазірам бар, ол бірақ өзінің жұмыстарыменен шетелге жұмыс істеуге кетті да. Сол қазір шетелде оның бізге сол дизайнерский істеп беретін несі жоқ. Егер біздерге жәрдем беретін дизайнер балалар болса, бізге бір шапкасын істеп берсе, қалған біздер алып кете береміз. Мен өзімім істей аламын, бірақ өзіммен қанықпаймын да. Бәрібір Абат Сұлтанмұратовтың істегені басқаша еді ол. Сондайдай болып біздерге жәрдем беремен деген айтишник балалар болады болса, біз жан деп командамызға жұмысқа аламыз. Команда жақсы болса, бәрібір өнімдарлығым жақсы болады да. Аудио кітап емес қой, сіздің тикарғы жұмысыңыз, қосықшылық бойынша да әзір сіз мысалға текстларды сыналған адамлардың текстларын айтсаңыз керек, меніңше. Енді бәрібір текстке қараймыз. Расы анандай өмір жоқ затлардан қашайық деймен да мен. Сол һәм істеп жатқан нәрселерден қашайық. Маған көп ұсыныстар болады. Мен өзім сол дөретушілікті бастағалы бері ұрлықшылыққа қарсымын да. Соны менікі деп айтып, сондай баяғыда Құрлыман Тілеумұратова деген қызға қосық жаздық. Ашықсаң мен білемен, назанып тек күлемен. Паспорты болды ғой қыздың. Соны соғысық шығардым. Бұниятбек мен жақсы көретін да. Оның жұмыс істеген сол дөретушілігін, талапшаңлығын, тынбаслығын, дауысын, һәммесін соғысықты өзбекшелетті, мен қосығым деп айтып шықты да. Сондан кейін, мысалға, ондай нәрсе болмайды да бәрі. Текст қатып арқалатасы, текст қатып. Әзіргі текстларға қалай пікіріңіз? Ол әзіргі емес. Бұл мен әзір енді 2007 жыл анық шоқ қызлармен дөретушілікке кіріп келген болсам, Құдай қалесе, 1 жылдан кейін 20 жыл болады. Бірақ негізінде 93 жылдан бері қосық айтамыз. Сол Қарақалпақ, Өзбекстан сол қаресіздікке еріскеннен кейін мұстақылық, Наурыз байрамларының балалар бөлімінің бірінші қарлығаштары біздерміз. Бірақ енді 2007 деп алайық, соның бер жағынан бер театр. Жеңіл затлар театр, өзін жұлдыз санағанлар болды. Бірақ оның бәрі уақытша. Халық бар ма? Кеше жаңа халық өзі бәрібір електен өткеріп ап қала береді. Қаншадан қанша хитлар шықты. Сол китайский лампочкадай бір жанып, бір өшкен,
қаншадан қаншасы болды. Қаншадан қанша сайзатлар болды. Сол уақытында да адамдар налды біздердің халық жеңіл затларды көтермелейді дегенде. Бірақ сол затлар бәрібір халық оны сол уақытта бір әуесек болуы мүмкін, бірақ бәрібір ол астейін сайызға шыға береді. Қазіргі сол қосықлар бар, сіз мен енді пәлен қосық, төлен қосық демей қояйын. Сол қазіргі уақыттағы сондай жеңіл бір вообще уақақа деген затлар бар ма? Оларды мысалға қазір ешкім естіп жатқан жоқ. Кешегі бір жыл алдыңғы хит болып хамме тойларда жаңырап отырған қосықларды қазір ешкім естіп жатқан жоқ. Қазір әтті текстінен білмейміз. Сөзіңізді бөлдім. Мен кішкентайымда не? Мамамның телефонына Замира Қожаниязованың туған жер деген қосығын записетіп беретін едім. Себебі ол соның музыканы қоятын еді да. Қатты жақсы көреді тұғын едім. Қазір ақырғы осы айда шығар адаспасам. Сөйле интеллекттан соның кітабы, соның қосығы жүдә хит дәрежесіне жетті. Қазір әмме инстаграмда соған видео қояды, видео істейді. Қарасаңыз, сонша жыл алдың қосық қой. Просто ортада адамдар естіпей қалды, бірақ естіпей қалғанда ұмытылып кетті. Соны интеллект азыр тағыдан шығарып берді. Тағы әмме соны жақсы қабылдады да. Соны интеллекттан азыр зор етіп сілеп атырыпты, ертең қосықшыларға нанғамай қамай ма екен? Бәрібір адамның қатынасы керек қой, дөрет. Мен өйтіп ойламаймын. Ол бәрібір айтып жатырмын ғой. Бұл затларам бір жаңағы жантақтың от жанғандай нәрселерді бір соғықта азыма жылылық беруі мүмкін, жақтылық беруі мүмкін. Ол бәрібір мысал үшін адамда Алла Тағала тарапынан жаратылған ақыл бар, ми бар, жүрек бар, қалып бар. Қалыптен шыққан зат керек дейсіз, Қалыптен шыққан нәрсені бәрібір адам іздейді. Бәрібір жасалма нәрселер жаңағы жасалма интеллект. Жаңағы темір қатынның киносын көрген шығарсыз, бәрібір ол қанша не болғанымен бәрібір адамға адам керек. Адамға адам керек. Бірақ композиторларға конкуренция болмайды ма ол? Оған жаңағыдай эмоциямен жазылған қосылар бәрібір нетін тартады дейсіз. Бәрібір қазір енді сондай бағана сол Посқан елді оқып отырмыз, сол бір жерінде тойда жырау қосық айтады да. Үлкен әме ғарыларына сақалынан көзінің жасы ағып жырауды естетті. Сонда етіп тарифлеген жазушыны жыраудың тойда толғағанын, соны адамлардың есіткені, тостағандай неге сол аттың қылы желі несіне естіленген смешокты айтып атыпты да. Содан тартылған нама бір аласапыран ұрыстың арасына кірген. Мен айтып атпанда адамларда бір бағдар бар еді, әуесек еді. Соны той жиында есту үшін әме жиналады. Қазір дүнияның музыкасы араласып кетті да. Қазір біздер негізінде қиындау өрдеміз. Біздер бар ма? Дүнияның музыкасы араласып кетті. Мен қазір бұндан бір дерлі 8 жыл, 10 жыл алдым. Таналу керек, үйде YouTube жоқ еді, интернет жоқ еді. Сол уақытында Орайлық базарда компьютерда отыратұғын Абат деген інчек бар еді. Қазір жақсы программа қояды телефонларға. Сол Абатқа сол үлкен хартты флешканы алып баратұғын едім. Сол бос күнлерімде. Соған бір 100-дей кино жаздыратын едім. Дүния жаһанның киноларын жаздырып, сол 3 күн өзім демалыс қылып, телефонларды өшіріп, кітаплардан жалыққан уақытында кино көрдім. Мен сол 10 жылдың ар жағында көрмеген кином жоқ еді. Қазір негедір кино көрмейміз. Бірақ әуесекке әр кезде көремен. Сол бәрібір бұрынғыдай емес. Қазір не? Таңлау көп, незат көп болса, жоғарыда айтқандай, соның қадірі жоқ. Атом Геймер деген бір кино шықты. Олам сол мировой әмме сол киноны талқылады, әмме сол кино ақылға айтысты, мен күттім. Ой, көп күттім, бір нәрсе жыл. Біздерге шекем жетіп келу үшін ізлендім, тоғалмадым. Жетіп келді, сол кино ақырына шекем көре алмадым. Қайтып ұрынсам көре алмадым. Жүдә көп кітаплар ақында сөйлестік, һәм бүгінгі подкастымыз алдыңғыларға қарағанда
уақыты жағынан, құны жағынан бір жақсы бір подкаст болды. Қуаныштымын, Сізге қуаныштымын. өз minnettarchiligimizni bildiramiz. Рахмет. Бақсияр аға, сіз сөйлесемін десек, сағатлап ham сөйлесеміз, мына камераларымыз ham не қыл дейді. Телефонды айтып берер еді. Телефонды Демалайық деп. демалып алайық деп айтар еді. Келген үшін рахмет. Арзымайды, иә. Сіздерге рахмет. Сол Еледе шақырамыз, сөйлесетін сөздеріміз көп. біз даяр, Бәрі біз сіз даяр. кітап оқисыз. Айтпашақ, жұмақламастан алдым сізден сұрап алайық. Сіздің өзіңіз кітап құмарлардан кімдерді маслихат ете аласыз біздерге? Мына жігітім жақсы пікірлерін білдіреді. Мен кеше Шурикаға да айтып едім, бір ойланып көрейін деді. Егер ол адам келсе де, ол адамның ойлау несі, IQ басқашалау. Ол адамда. Сіздерге сәл жәбірлеу болады шығар енді. Ол басқашалау да бәрі. Медатқа төлі. Ана қосығының клипінің мәнісі жоқ дейді. Мен өзім просто шығарып жіберген нәрсе. Осы ол сонша жұмысы бар. Медатты көріп жүреді де ол. Әті бар қарады. Әне сондай адам керек та бәрі. Біздер кешетті Мадрия ағамен сөйбетлестік. Кітап құмар. 20 мыңға жақын кітабы бар. Ол айтып беріп отырған кітаптардың басында оқыған кезінде дейді, кітаптың мұқабасы жоқ еді дейді, осылайша оқып кеттім дейді, ол кенен бір армияға барып әскерлік дәуірінде көрсем дейді, ол Даниэль Дефоның Робинзон Крузосы дейді. Білмеген де соны. Ол аяққа барған кезде оқып атса, таныс қой но деген, қараса ізбет таныс, басын ашып қараса Даниэль Дефоның кітабы болып шығады. Енді кітап құмарлардан ойыма ешкім келмей жатырды. Бірақ негізі айтаман Сәрсен аға деген қайтыс болып қалды. Онан оқымаған кітап жоқ. Баяғыда бір отырғанда жақта отырды. Не кітап оқып жатсаң деді маған. Мырзагүл Сапаеваның күйеуі Сәрсен аға Ұзақберген. Зощенканы дедім. Ойымда есет жоқ. Түйіп кетті. Сен Зощенканы оқып отырсың ба деді. Аға дедім. Орнынан тұрып кеп мен қолымнан қысып. Сен гений екенсің дейді. Оның үйінде бір КамАЗ кітап бар. Сол адаммен сөйлейді. Олам инопланетансыз, бірақ басқаша пікірлеулері планетаның адаммен есет, бірақ оның қысқа болды. Жақсын санады. Және бір адам бар. Біздер оны пір тұтамыз, көп зат білмегенбіз, сұраймыз. Егер жасы үлкен адамдар болса. Әлімбай Сейтеков ұстаздар шақырып сөйлессеңіз болады, ол любой темада. Олай болса, аға сізге рахмет. Арзымайды. Жақсы сөйбет болды. Ендігі саларда да күтіп қаламыз. Осының бүгінгі подкастымызды жұмақлаймыз. Әммеге рахмет. Сау болың.